Конфуцийдің даналығы. Қымбат тас үйкеліссіз жылтыратылмайды. Сол сияқты адамда жеткілікті қиын әрекеттерсіз табысты бола алмайды. Егер саған артынан түкірсе, демек сен алда келе жатырсың. Егер адамның табиғи қасиеті тәрбиеден басым болса, онда жабайы адам пайда болады. Ал егер тәрбие табиғи қасиеттен басым болса, онда кітап білгіш пайда болады. Тек табиғи қасиет пен тәрбие теңдес болғанда ғана ол лайықты адам болып саналады. Өмірдің не екенін әлі білмей тұрып, өлімнің не екенін қалай біле аламыз? Данышпан адам басқаларға өзіне жасалмағанды жасамайды. Сені танымайды деп алаңдама. Өзімді тануға лайықты бола аламын ба деп алаңда. Сөйлесуге лайықты адаммен сөйлеспеу адамды жоғалту дегенді білдіреді. Ал сөйлесуге лайықсыз адаммен сөйлесу сөздерді жоғалту дегенді білдіреді. Данышпан адамдарды да, сөздерді де жоғалтпайды. Кейде біз көп нәрсені көреміз, бірақ басты нәрсені байқамаймыз. Білімге 3 жол бар. Ойлау жолы ең асыл жол, еліктеу жолы ең оңай жол, және тәжірибе жолы ең ащы жол. Сенімсіз адаммен қалай қарым-қатынас жасауға болатынын түсінбеймін. Егер арбаның осы болмаса, онымен қалай жүруге болады? Білімге үнемі жетіспейтін сияқты үйреніңіз. Білімдеріңізді жоғалтудан үнемі қорқатындай үйреніңіз. Қателік жасап, оны түзетпесе, бұл қателік жасағанмен бірдей. Ойлаусыз оқыту пайдасыз, бірақ оқусыз ойлау қауіпті. Ешқашан құламаған адам үлкен емес, құлап қайта тұрған адам үлкен. Барлығында сұлулық бар, бірақ оны бәрі көре алмайды. Құрметті адам өзіне талап қояды, төмен адам басқаларға талап қояды. Шындығында өмір қарапайым, бірақ біз оны күрделендіруге тырысамыз. Бақыт бұл сені түсінген кезде, үлкен бақыт бұл сені сүйген кезде, нағыз бақыт бұл сен сүйген кезде. Нұсқауларды тек білім іздеп, өздерінің надандығын мойындағандарға ғана бер. Егер сен жек көрсең, демек сен жеңілгенсің. Не нәрсені жек көрдің, сол нәрседен жеңілдің.